Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен осындай дәмді, әдемі үй жағдайында аз шығын кететін торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең әуелі 2 қасық медымызды, балымызды табаға салып аламыз. Баяу отта осы балымызды ерітеміз. Үстіне жарты шай қасық содамызды салып, екеуін қосып араластырып ерітеміз. Тоқтатпай ерітіп отырамыз, осылай айналдырып. Өзі осылай қоңыр түске енеді. Сол кезде майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Майымызды араластырып ерітіп алдық. Енді осы еріген майымыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап ерітеміз оны да. Қантымыз ерігеннен кейін отымызды өшіріп, басқа табаққа салып аламыз. Сөйтіп үстіне жұмыртқамызды саламыз. Араласқан массамыздың үстіне ұнымызды електен өткізіп саламыз. Жұмсақ қылып қамыр елеп аламыз. Жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырымыздың қақпағын жауып, холодильникке 1 сағат немесе жарты сағатқа қойып аламыз. Енді тестамызды бірдей қылып 4 бөлікке бөліп аламыз. Осы әр бөлінген бөлікті жая отырып, әрқайсысын бөлек-бөлек 200 градуста қызған пеште 7-8 минуттан пісіріп аламыз. Шыққаннан кейін домалақ форма беріп, жан-жанын кесіп аламыз.
Енді тортымыздың креміне кірісеміз. Ол үшін сүтімізді отымызға қойып пісіреміз. Бөлек бір табағымызға 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Үстіне крахмалымызды қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Осылай екеуін бір келкетіп араластырып аламыз, іртік болмау керек. Сүтіміздің үстіне қантымызды құйып, жақсылап қантымызды ертіп аламыз. Сүтіміз пісуге аз қалғанда жаңағы араласқан массамызды үзбей айналдыра отырып, үстіне құйып жібереміз. Араластырып отыру керек. Сонда іртік болмай бір келкі әдемі болып шығады. Бұрқылдап 1-2 минут қайнағаннан кейін оттан алып, кремімізді суытып қоямыз. Енді тортымызды жинауға көшеміз. Біртіндеп кремімізді жаға отырып, тортымызды жинап аламыз. Жинап алдық, енді қалған кремімізді жан-жағына жаға отырып, реттеп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі көп шығынды талап етпейді. Шайға да жақсы, көп тұрған сайын бұл жұмсара береді. Енді осы кесіп алған бөліктерінен қалған бөліктерін блендерімізге салып үгітіп аламыз. Және үгітіп алған бөлінділерін тортымыздың бетіне жағып, жан-жағын бәрін әсемдейміз. Міне осылай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.